Адамдардың айдың күннің аманында із-түзсіз жоғалып кетуі жер бетінде жиі болып тұратын құбылыс. Ғалымдар солай дейді. Тіпті топ-тобымен, тайпасымен жоғалғандар да жеткілікті. Осы жөнінде нақты дерек-дәйектерді көптеп келтіруге болады. Bir жағынан бұл жай әңгіме, аңыз ертегі секілді бірдеңе болып көрінуі мүмкін. Алайда жер бетінде адамдардың әлсін-әлсін жоғала беруі осы саланы зерттеуге ғалымдарды да итермелеген көрінеді. Bir қызыға, көз алдыңда тұрған жарың, не болмаса балаң, кенеттен ауаға сіңіп буалдыр тұманға айналып бара жатса қайтер едіңіз? Үрейіңіз ұшары хақ, бірақ қолыңыздан келер дәрмен бар ма? Әрине жоқ. Әзірге ғылым мұндай жайттар неден болатын нақты айталмауда, тек түрлі болжамдарға ғана баруда. Сонымен, жұмыр жердің әр тұсында тобымен, тайпасымен жоғалғандар жөнінде сыр шертелік. Адамдардың тайпасымен жоғалуы алғаш рет Солтүстік Америкада тіркеліпті. Оқиға 1587 жылы болса керекті. Руану колониясына қарасты кішкентай елді мекеннің адамдары тал түсте ауаға сіңіп кетіпті. Олардың жалпы саны 30-дан астам. Арасында еркегі, ұрғашысы, баласы бар. Елді мекен шағын көлдің жағасына орналасқан екен. Жұрттың айтуынша көлде ерекше бір тылсым күш бары көрінеді. Адамдарды жұтқан осы көл, деседі жергілікті үндістер. Бұл ма? Ғажайып оқиға өткен ғасырдың алғашқы жартысында Канадада болыпты. 1930 жылдың қараша айында осы өңірдегі белгілі аңшы Лаббель Анджикуни көлінің жағасындағы орманға қоныс тепкен эскимостардың мекеніне ат басын тірейді. Bir қызыға, өткен аптада соққанда тіршілік қызып жатқан елді мекен қаңырап қалыпты. Өлі тыныштық, тірі жан жоқ. Хижинаның ар жақ бер жағына шыққан аңшы ешкімді кездестірмеген соң көңіліне күдік кірді. Bir жаққа қоныс аударып көшіп кетті дейін десең, тұрғындардың бүкіл заты орнында. Пісіріліп, үстелге қойылған еттерінде жемеген. 2000-нің үстінде адам бар, тайпа із-түзсіз жоқ. Қайда кетті? Аңшының басы қатты. Хижинадан шығып сапарлап кеткен ізде жоқ. Көңілін белгісіз қорқыныш билеген Лаббель дереу телеграф орналасқан қосқа жүгіреді. Сол арқылы жақын маңдағы елді мекенде орналасқан полиция бөлімімен хабарласып, болған жайды жеткізеді. Сосын оқиғаға алаңдаған полиция оқиға болған жерге арнайы экспедиция аттандырыпты. Алайда олар да ештеңе таппады. Көлді жағалай қарағанмен қаңтарылған қайықтардан басқа ештеңе көздеріне шалынбады. Тек қана байлаулы қалпы қарасында аштан қатып қалған шанаға жегетін иттердің қаңқасы кездесті. Екінші бір жайт, тайпаның адамдары жерленген молалар қазылып, ондағы мүрделер із-түзсіз жоғалған. Осының бәрі із кесушілерді қайран қалдырды. Тығырыққа тірелген олар жергілікті тұрғындардың қайда кетуі мүмкін деген сауалға жауап таппады. Егерде хижинаны тұрғындар амалсыз тастап өзге жаққа кетті дейін десең, ең құрмағанда байлаулы иттерді босатып қоя беріп, не болмаса ала кетер еді. Екінші бір жұмбақ жайт, эскимостардың дәстүрінде жерленген ата-баба мәйітін қайта қазып алу жоқ. Тіпті сондай жағдай туа қалғанның өзінде мұз сіріне басып жатқан жерде арнайы техника болмаса, темір күрекпен қопару мүмкін еместі. Bir тайпаның адамдары тұтасымен жоғалуы сол өңір тұрмақ. Бүкіл Канада үшін жұмбақ болып қалды. Қанша экспедиция келіп тексергенімен, күмәнді ештеңе таба алмаған. Тек осы маңға жақын тұратын жұрттың айтуынша бар зұлмат көлден келген. Анджикуни көлі жергілікті үндістердің тілінде обыр көл. Қарғыс атқан аруақтар мекендеген көл деген атауға ие. Кім білсін? Міне, адамзат 21 ғасырға қадам басты. Бірақ өткен ғасырдың алғашқы жартысында болған осы оқиғаның ақи-тақиын әлі шеше алған жоқ. Осындай тұтас ауылдарымен жоғалғандар жер шарында көп болмаса да кездесіп қалады. Соның тағы бірі Кениядағы Инвайтенд аралының тұрғындары жөнінде. Осы аталмыш аралда тұратын тайпа балық аулап, соны сатумен күнелтеді екен. Бірде аралдан балық тиелген сал қайықтар жағалауға келмей қалады. Bir күн өтеді, 2-3 күн өтеді. Балықсыз қалған екінші елді мекен адамдары біліп келіңдер, не болды екен деп бірнеше адамды қайыққа мінгізіп аралға аттандырады. Аралға келген олар өз көздеріне өздері сенбепті. Өйткені елді мекен бос, қаңырап қалған, жан баласы жоқ. Бірақ бүкіл заты, үйдің мүлкі бәрі орнында, қозғалмаған. Алайда тұтас балықшы ауылының тұрғындары жер жұтқандай ізім қайым. Тұтас тайпа қайда кетті? Жатырумен соғысып қырылып қалды дейтін қисынға тағы келмейді. Атыс шабыстың ізі жоқ. Сонда қалай? Бұл да 20 ғасырдың бір құпиясы болып қалған. Дәл осындай жағдайлар көрші жатқан Ресей жерінде де әлсін-әлсін көрініс беріп қалған. Мәселен, қарғыс атқан Плещеева көлі жөнінде қорқынышты әңгіме көп. Баяғыда осы көлдің жағасында Клешин деген шағын қала орын теуіпті. Бірде қала тұрғындары айдың күннің аманында шаһарды тастап, жоғалып кеткен. Қайда? Белгісіз. Осы көлдің екінші бетінде тұратын халық. Кейде көл бетінде домалақ шарға ұқсас үрейлі тұман пайда болады. Соған байқамай тап болғандар тұманнан қайтып шықпайды. Параллельді әлемге кіріп кетеді деседі. Бәрі мүмкін.
Мұндай екінші әлемнің барын ғалымдар да жоққа шығармайды. Мәселен, Иркутск облысындағы Нижний Илимск ауданындағы өлі көл жөнінде де аңызға белгісіз әңгіме көп. Көл жағасына барған адамдар кейде топ-тобымен із-түзсіз кететін көрінеді. Бұл жай лақап дейін десек, 1992 жылы осы көлді жағалап өтетін темір жолда тұтас бір пойыз құрамы адамдарымен бірге тал түсте жоғалған. Бүкіл Ресей іздеп шабылып қалды. Бірақ пойыз құрамы еш жерден табылмады. Көк жұтты ма, жер жұтты ма белгісіз. Мұндай із-түзсіз жоғалғанға байланысты оқиғаларды тізе беруге болады. Көп-ақ. Мынадай да оқиғалар тіркеліпті. 2001 жылы Қытайдың атақты үңгірлері көп. Гуйлин қаласында туристерге үңгірді аралатып жүрген гид бір қуыстан екінші қуысқа өткен сайын жанындағы адамдарды санап отырады екен. Оның мәнісі сансыз қуыстардан туристер адасып қалуы да мүмкін. Кенет туристер өздерінің тобына белгісіз бір адам қосылған байқайды. Кімсің деген сұраққа ол шаршаған соң бір қуысқа отырып сәл-пәл демалып едім деп жауап беріпті. Сөйтсе ол адам 1998 жылы бір топпен үңгірге кірген екен. Содан шаршағаннан ыңғайлы бір жерге отырып демалса керек. Алайда ол жерде уақыт иірімі болды ма? Сәл демалып алдым дегені 4 жылға созылса керек. Ал әлгі адам осынша уақыт өтіп кеткенін аңғармаған. Мұндай уақыт иірімі жөнінде де әңгіме көп. 1621 жылы патша Михаил аңға шығып, сол жерде Гирей ханның жасағын қолға түсіреді. Тұтқындардан сұрастыры келсе, олар 1571 жылы татар әскерлерімен бірге Мәскеуге шабуыл жасапты. Сол қанды қырғын жорық кезінде әлгі жасақ кенеттен белгісіз қалың тұманға тап болып, сіңіп кетеді. Арада 50 жыл өткен соң әлгі соғыс болған орынға қайта тап болып, патша күзетінің қолына түскен. Арада сонша уақыт өткенін естігенде, әлгілер алғашында сенбейді, артынан барып иланған. Бұл не сонда? Ғалымдардың айтуынша кез келген нәрсені ғайыптан жоқ болып кетуін табиғатта уақытша қара құрдымдардың болуымен түсіндіруге болады. Құрдымға түскен адам параллельді өмірге еніп кетуі мүмкін. Бірақ одан кері қайтып келуі, ілуде бір болмаса мүмкін емес. Уақыттағы мұндай кетіктер геофизикалық ауытқушылықтардың салдарынан туындайды деседі.